Ендеше үшінші маусымда бақ сынайтын асабаның алғашқысын қарсы алыңыздар. Мейірбек, Медетбек. Барлық тойдың сәнін келтіремін. Бидің 100 түрін, әзілдің 1000 түрін білем дейді алматылық Мейірбек Медетбек. Қарсы алыңыздар. Қош келдің, Мейірбек Төрлет. Той төріне шық, Мейірбек. Отыр міне, Жанар мен Айгөлім гүлдей болып. Тойбастырда ұлы той, бұндай тойға шақырады асабалардың дүлдүлін. Соның бірі мен боламын Мейірбек деген бір ұлың. Бәрекелді. Десем қалай? Керемет. Мына біздің тойға жаяу келген асабалар бағы жанып тұлпар мініп кетіп жатады. Керемет. Сондықтан да қадамыңа гүл бітсін. Аумин. Мейірбек, енді біз саған бүгін тұлпар мініп кетесің деп оза шаппай-ақ қойып, бірақ дегенмен өзіңнің тегің, аты жөнің, кәсібің дегенде айтып отырсың. Есімім Мейірбек, фамилиям Медетбек, әкем Әбдірақым. Жамбыл облысы Меркі ауданында туылғанбыз. Сол жердің тумасымыз. Өзіміздің балдар ғой. Иә. Бәрекелді. Енді Мейірбек, мына 3-ші маусымды бастау өзіңе бұйырған екен. Біздің той бестардың көрермендерін, ерке көрермендерін немен таңғалдырмақсың? Өзіміздің асабалық қасиетімізбен өз жағымды көрсетуге тырысамыз. Бала сенімді? Құдайға шүкір. Бер тізімді. Қайдан деп отырсың? Меркіден. Әні. Міне. Рахмет. Бүгінгі тақырыпты білесің, тойдың үздік әндері. Мархабат сахна төріне. Рахмет. Алла берген өнері бар бойында, қарама сен оның аласа бойына. Себебі ол өз өнерін мойындатқан қала елдің асқақ тұман тойында. Ал ағайын қарсы алыңыздар, Сейфуллин Жолбарыс, сол баяғы гитарасы қойнында. Сенің жарық жүзіңнен Ақынсың десе маған қарап күлім дейді. Астындағы сұр жорға сүрім дейді. Аққудай аспандағы жүз құбылып, Төреғали ән айтуға ерім дейді. басыма сәл бақ қонғанда, менің атым мақталғанда. Қазіргі таңда екі жас бірін-бірін қалай табады? Подружкамен или достымен табады. Интернетпен болмаса соттымен табады. Сосын жігіт қыздың телефон номерін табады, сосын ресторанға барып қыздың көңілін табады, сөйтіп аяға серігін табады. Ал атана келінін табады. Сосын не табады? Атана баласы үшін бәрін табады. Тойға соятын мал табады, дастарханға қоятын дәнді табады, алдымен кафе табады, оны да ана менен әке табады. Сосын мен сияқты асаба табады, оны да атана табады. Сосын тойға келетіндердің тізімін табады, тойдың қызығын табады. Әйтеуір біздің қазақ той біткенше өліп талады. Сонда да біздің қазақ қайтпай келесі жыл той жасайтын топ табады екен ғой. Жалпы өзім үйленгенім 8 ай ғана уақыт болды. Рахмет шапалақтарыңызға. Осы 8 айдың ішінде 6 килограмм салмақ тастаппын ғой. Рас айтам, мына әйел түсіну өте қиын екен ғой. Қалай түсінесіздер, кеше көшеде келе жатырмыз. Ол Төлегеннің қасында Қыз Жібек құсап, мен милиционердің қасындағы Зек құсап, екеуміз келе жатырмыз. Бір кез ортада люк ашты да, люкші, люк томалақ люк. Өзден-өз Мейірбек люкті жапшы дейді. Есің дұрыс па, айналып өтіп кете берейік та десем, әні, сен маған көңіл бөлмейсің, сен мені жақсы көрмейсің дейді. Мақұл қойшы, көңіл қалдырмайын енді, оппа деп люк жауып тастадым. Бір кез өлә Мейірбек ішінде жұмыс шығарып қалған шығар, ашы дейді. Мақұл қойшы, көңіл қалдырмайды, люкті оппа деп ашып тастасам, ішінен дауыстар шыға ма дейді. Жоқ десем, онда жаба сал деп қоя. Алдыңғы аптада жаман қылыстық. Сразу айтайын, кінә өзімнен енді. Үйде қол ұстасып, үйде ужас кино көріп отқанбыз ғой. Телевизордың ішінен жалмауыз көріп, вә деп шығып еді, әйелім мама деді, шешеңді енді таныдың ба дедім ғой. Жалпы әйелгім, гаишникім екеуі бір ғой. Ажыратуға болмайды. Үйде әйел ақшаңыз бір болады, көшеде гаишник ақшаңыз бір болады. Рахмет, сен болған Мейірбек, Медетбек. Вақыт деген тез ғо, өтіп жатқан кез ғо. Менде ұзақ тұрмай, шықсын группа Мезо Попуримен. Шыдай алмай, жылай берді.
Жәкем ау менің. Бүгінгі әңгіме, бүгінгі қызық өз мәресіне жеткен сияқты не айтамыз? Той деген оңды солды шашылу емес. Той деген елдегі тоқтықтың, бірліктің және бейбітшіліктің көрінісі. Сондықтан қазақты тойдан айырмасын. Әр қазақтың шаңырағында осындай ұланасыр тойлар бола берсін, бола берсін. Ендеше, төрт көзіміз түгел, бауырымыз бүтін келесі тойда жүздескенше Аман болағайын.